Желіні желіктірген жалған діни ағымдар. Жат ағымдар туралы айтқанда, ең алдымен жастардың мәселесі алға шығады. Себебі деструктивті діни ағымды таратушылар алдымен жастарды жандарына жиюға тырысады. Олардың сенгіш, ақпараттарды талдай білмейтін жақсы біледі. Сонымен қатар, бүгінде жастардың 100%-ға жуығы ғаламторды меңгерген. Ал жалған діни ұстанымды таратушыларға әлеуметтік желілер арқылы насихат жүргізген өте оңай әрі оңтайлы. Олар осы әдіс арқылы адам психологиясына қалай әсер ету керектігін жақсы біледі. Ғаламтор жайлы кеңірек әңгімелейтін болсақ, 1 минутта YouTube'та 400 сағаттық видео жүктеледі. WhatsApp'та 50 миллиард SMS хаттар жіберіледі. Instagram'да 50 мың сурет жүктеледі. Ал Google'ға минутына 4 миллион сұраныс түседі. Әрбір минутта ВКонтакте парақшасында 3,5 миллион пост жасалады екен. Осылардың ішінде қаншасы діни ақпарат екенін ешкім білмейді. Жоғарыда аталған цифрлардың бір ғана пайызы деструктивті діни ағымдардың таратқан мәліметі дейтін болсақ, онда миллиондаған жастың 1 сағат ішінде психологиясы өзгеріске ұшырады деген сөз.